Серікқали Мұқашев. Төлем келісім бойынша деп астына телефон номерін жазып қойыпты. Адам байыған сайын ойына келген істейді екен-ау деп киген кейіп танытты ізбасар шал. Интернеттегі мына хабарландыруды оқыған соң: жеке бала күтуші, жеке жүргізуші, жеке аспазшы, жеке малай жалдайды. Енді балаларына атаны да жалдап алмақшы ма? Ізбасар жұмыс қарастырып жүреді. Түкке татымайтын мына зейнетақымен әбден тиын санап қалған ол, өз жағдайынан гөрі адамнан да артық серігі болып кеткен итті балқаштың жайын көбірек ойлайтын. Ізбасардың өзі сияқты қартайған бұл итке де дәрігер керек, тамақ керек. Иттің тамағының бағасы да қазір аспанда. Ал дене тұрқы тап өгіздей балқаштың тегендей ит аяғын толтырып тұру да оңай емес. Қаладағы пәтерін әлі тұрмыс құра алмай жүрген қызына тастап, өзінің ескі саяжайында тұрып жатқан ізбасар. Көрші саяжай тұрғындарының дорбаға салып, шығарып қоятын ас қалдықтарын да балқашқа келіп беріп тұратын. Дегенмен, ол өмірге өкпелеп көрген емес. Тіпті саяжайдағы тұрмысы өзіне ұнайтын. Мұнда қаладағыдай қым-қауыт қарбалас жоқ. Есесіне тап жанындағы ну орман, сырлы өзеннің сылдыры мен сап ауаның самалы неге тұрады? Алайда қолындағы қаражатының қарапайымы қоры да сарқыла бастаған соң, ізбасар азын-аулақ болса, ақша табатын жеңіл-желпі жұмысқа тұруды ойлаған. Күзетшілікке бармақшы еді. Бірақ қазіргі уақытта мұндай жұмыстың құйрығы көкке ұшып кеткенін кім біліпті. Баяғыда өңкей шал-шауқан жүретін мұндай шаруаны қазірде күзет фирмаларының зіңгіттей жігіттерді атқаратын болыпты. Кілең мықтылар күзететіндей бұл нысандарда не бар екен деп өз-өзімен күбірлеген ол итіне қарады. Тепсе темір үзетін жігіттер мұнда келіп алып, телефон шұқылап, ойнап отыратындары ұят енді деді ашулы кейіппен. Ақылды иттің жанарынан ізбасар шал оның үнін естігендей болды. Ит біле ме оны, ата? Ал итсіз күзет пе өзі? Ақыры сайттан шалдың қолына ілгер жұмыс таппаған ізбасар. Ол балаға ата қажет деген хабарландыруға қайтып оралып, өзін бір жағынан кейтіп, бір жағынан қайран қалдырған жұмыс берушіге не болса да хабарласып көрмекке бел буды. Даусының қырыл-сырын азайтып, барынша жақсырақ көріну үшін жақсылап тұрып, жөтеңкіреп алған ол көрсетілген номерді жайлап тере бастады. Арғы жақтағы адам демде көтерді. Әп-әдемі әйел даусы ізбасарға кіп-кішкентай қыздың даусындай болып естілді. Сәлеметсіз бе? Баян тыңдап тұр. Хабарландыру бойынша хабарласып тұр едім. Ата керек депсіздер. Мен өзі дұрыс түсіндім бе? Иә, дұрыс түсіндіңіз. Кешкі сағат 6-ға кездесе аламыз ба сізбен, деді әйел. Иә, әрине. Онда адресіңізді айта қойыңыз. Мен сізге сол уақытта келе қоям. Тұратын жерін айтып болып, телефонды қойған ізбасар ұшып тұрып, шағын үйшігінің ішін жинастыруға кірісті. Ал бау бақшасы мен қора қопсысы қашанда жинақы тұратын. Сосын жуынып, шайынып, қырынып, жаңа спорт киімін киіп алған ол Баянның келуін күтті. Сағат тұп-тура 6-да ізбасардың қақпасының алдына сүлік қара дәу джип келіп тоқтап, ішінен мығым денелі еркек пен талдырмаш бойлы аққұба өңді әйел түсті. Келгендерді үйіне бастаған ізбасар қонақтардың алдына шәй мен тосабын ұсынбақ еді. Қанша дегенмен шәй үстіндегі әңгіме де оңды болмай ма? Қол қайнатқан тосап пен шәй ішкен керемет қой. Сол шәйді біздің бақшада анау тұрған үстелге жайғасып отырып ішсек қайтеді, деді әйел. Тосаппен ішілген қып-қызыл шайдың қызуы әңгімені де қыздыра түсті. Үй жайыңызды көріп тұрмысыңызбен танысайын деп
Сізге арнайы келіп едім. Бір қарағанда жаман адамға ұқсамайсыз. Түсі үйгіден түңілме деген. Ішімдік ішпейтініңіз де көрініп тұр. Үй жайыңыз бен қора қопсыңыз жинақы. Бау-бақшаңызда жайнап тұр екен. Жақсы, енді өзіңіз жайлы әңгімелеп берсеңіз. Әңгімелейтінде аса ештеңем жоқ деп Ізбасар әңгімесін. Қарапайым ғана адаммын ғой. Мектепті бітіріп әскерге кеттім. Шекара күзетінде болдым. Сол жерде жүріп, итке қатты бауыр басқаным сондай. Одан берде итсіз жүре алмайтыным содан. Әскерден келген соң зауытқа призорубчик болып орналастым. Өмір бойы сол зауытта жұмыс істедім. Үйлендім, қызды болдық. Не айтары бар, ел қатарлы өмір сүрдік дегенде. Енді міне, ақсақал жасына жеттік пе дегенде, 2 жыл бұрын әйелімді қара жер қойнына тапсырдық. Қызым мектепте мұғалім. Шарықтаған бағаны қуып жете алмайтын зейнетақы дегеніңіз итіміз екеумізге қайдан жетсін? Жайлап жұмыс іздеп жатқанымда содан қызым. Баян айналайын, өзіңізге менің де сұрағым бар еді. Ата қажет депсіздер, оны қайтпексіздер. Сіздердің жағдайыңызбен бала күтуші, оқытушы немесе тәрбиешіні жалдау қиынға соқпас болар деймін. Баламның аты Арман. Оған күтушінің қажеті шамалы. Жасы 9-да. Ізбасар аға, бар қасіретіміз де сол. Арманым мүгедек еді. Арбамен жүреді. 12 мүшесі сау, әп-әдемі бала болып туылған болатын. Барлығы дұрыс сияқты еді. Жазым деген аяқ астынан екен ғой. Дегенде көзінен жас толып, ары қарай сөйлей алмады. Біраз үнсіздіктен соң, тағдырдың жазуымен арманым некесіз туды. Адамның дегені бола ма? Қанша тырыссам да ер азаматтардың арасынан бас құрайтын адам кезікпеді. Ал жылдар болса, жалтара жылжып өтіп барады. Содан өзім үшін бала туып алуға бел будым. Арманымның әкесі ұлы бар екенін білмейді де. Өзім солай шештім. Балам екеуміздің қалыпты өмірімізде ешкімнің кедергі болмағанын қаладым. Ал сонда сізбен бірге келген адам күйеуіңіз емес пе? Ол жүргізуші ғой. Иә, сонымен барлығы да ойдағыдай еді. Менің кәсібім жақсы дамып жатты. Армантайды кішкентайынан бағып қағуға шешем көмектесті. Күтуші де жалдағанбыз. Мектепке де жақсы дайындықпен барады. Сөйтіп 1 класты үздік бітіргенде Армантайды шешемнен бірге сипажайға демалысқа жіберген болатынмын. Сол жақта жүргенде қайғылы жағдайға душар болдық. Шешем баламның көз алдында жүрек талмасынан қайтыс болды. Осындай психикалық соққыдан есеңгіреп қалған Армантайымның аяқтары жансызданып қалды. Көрсетпеген дәрігерім қалмады. Ешқайсысы ешқандай патологиялық ауытқу таба алмады. Бірі де дені сау, дұрыс анықтамада бере алар емес деді. Бет орамалмен көзін сүртіп. Сөйтіп, Армантайымның жүріп кетер кетпесі белгісіз болып тұр. Кейбір дәрігерлер, егер бала туып, сондай психикалық соққы алса, немесе басқа бір себеп түрткі болып жатса, аяғынан тұрып кетуі, немесе денсаулығы одан сайын нашарлап кетуі мүмкін дегенді айтады. Жағдай сондай. Сондықтан Армантайымның жанында өмірлік тәжірибесі бар азамат жүргені дұрыс-ау деп ойлаймын. Қазіргі жастар емес, өзіңіз сияқты. Өйткені ол ересек адаммен ешқашан емін жарқын сөйлесіп көрген емес. Осыған келсесіз бе? Ізбасар аға дегенде ойланып кеткен Ізбасар. Иә, жарайды, келісемін деді. Олай болса күн сайын таңертең Армантай мектеп бағдарламасы бойынша дайындалады. Ал түскі сағат 2-де өзіңізді күтетін болады. Сізге күнде машине келіп тұрады. Сосын сағат кешкі 8-ге дейін үйіңізге әкеліп тастайды. Осы уақыт бола ма? Иә, болады. Ой, ұмытып барамын. Төлем жайында. Осы жұмысыңызға өзіңіз қанша алғыңыз келеді? Енді білмедім. Күніне 20 000 теңге бола ма? Әрине, бірақ мұныңыз көп емес пе деп
күмілжіп қалды Ізбасар. Жоқ, бәрі дұрыс. Осымен әңгіме тәмам болды да, Баян қоштасып кетіп қалды. Өзін біртүрлі қолайсыз сезініп отырған Ізбасар Баянмен болған әңгіменің өзінен болдырып та қалған болатын. Оның үстіне ата болып жұмыс істеп, осынша ақша алатындығына да сене алар емес. Жарайды, Балқаш, не болса о болсын, келістік. Қалай болатын ертең көре жатармыз. Мұншама дәулетті де сәулетті үйді Ізбасар тек кинодан ғана көрген. Табалдырықтан аттай бере ол еденнің шалтыраған қымбат паркетіне аяқ басудың өзіне именіп те қалды. Сәлеметсіз бе? Менің атым Тазагүл. Үй шаруасындағы қызметшімін. Қателеспесем, сіз Ізбасар ағасыз ғой, иә? Иә. Шалдың үні сенімсіз құмға шықты. Сіз қысылмаңыз. Бай болса да адамгершілігі мол кісілер. Қарым-қатынастары да өте қарапайым. Армантай, Ізбасар атан келді. Арбамен жеңіл қозғалып, жылдам жеткен Арман бірден күлімсірей амандасып қолын созды. Ізбасар оның ап-арық аппақ қолын қысып тұрып, ал балақай, таныс болайық. Менің атым Ізбасар ата. Жай ғана ата дей берсең болады. Көре жатармыз, деді Арман үлкен адамша. Менің атым Арман. Армантай дей берсеңіз болады. Тек Армашка демеңізші. Ұнамады. Олай маған. Бопты, деді Ізбасар. Ізбасар мен Арман бірін-бірі тап бір бұрын білетін адамдарша емен жақын әңгімелесті де. Әсіресе жас жауынгер Ізбасардың әскердегі өмірі, оның шекара бұзушыны қалай ұстағандығы туралы қызықты хикая мен қызметтік иттер және жай иттер хақындағы әңгімелер баланы өте-мөте қызықтырып әкетіп еді. Ізбасар оған әскердегі сенімді серігі болған Қыран атты итімен шекараны қалай күзеткендігі туралы, сосын әскерден оны қалай алып қайтқандығы туралы әңгімелеп берді. Ізбасар әскери борышын аяқтап, елге қайтар мезгілде Қыранда қызметтік есептен шығарылып, ол сенімді серігін өзімен бірге елге алып келген болатын. Сол кезден бастап Ізбасар өз өмірін итсіз елестете алмайтын. Қазір итіңіз бар ма, деді Арман. Иә, қазіргі сенімді серігім Балқаш. Ізбасар ата, сіз маған итіңізді көрсетесіз бе? Әрине балам, мамаң рұқсат етсе болады. Мамасы туралы не деп жатырсыз, деп бөлмеге күлімсірей Баян кірді. Мама, Ізбасар атаның Балқаш деген иті бар екен. Соны көргім келіп тұр. Әрине балам. Ізбасар мен Арман алғашқы күні тіпті уақыттың қалай өткенін де аңғармай қалды. Балаға оның барлық әңгімесі қызық көрінсе, өз немересі болмаған Ізбасарға Арманшыл Арманның аңғырт сұрақтары мейлінше қызықты көрінген. Өзінің де баланың да ермегін елетіп кеткені соншалық, тіпті қартайған адамның қылығы да балаға ұқсап кетеді дегеннің шындығына ептеп көзі жеткендей болып еді. Баян, айналайын, мен өзі алғашқыда абдыратып, міндетімнің не екенде сұрамаппын ғой, деді Ізбасар. Баласының қабағы жадырап, көңілгі көтерілгенін көріп, өзінің ата таңдауда қателеспегеніне іштей қуанып қалған Баян, бастық қызметші деген қарым-қатынастың барынша байқалмауын қалаған. Ізбасар аға, мені қызым дей берсеңіз де болады, ал сіздің ешқандай да міндетіңіз жоқ. Үйге келгенде жұмысқа емес, өз жақындарыңызға келгендей келе берсеңіз деген тілек бар бізде. Армантайды да өз немереңіз ретінде қабылдасаңыз. Өздеріңізде жақсы тіл табысқан сияқтысыздар. Өзім соған қуанып жүрмін. Бұл енді аса қиын шаруа емес қой. Армантайдың өзі де зерек бала көрінеді. Менің де айтар әңгімелерім бір басымнан жетіп артылады. Осылайша Ізбасар ата болып, жұмыс істегеніне көзді асырып жұмғанша 3 ай өте шықты. Осы уақыт ішінде ол балаға, бала атасына шын жүрегімен бауыр басып кетіп еді. Екеуінің үнемі жалықпастан
күні бойы шүйіркелесіп отырудан танбайтын, көріп жүретін Тазагүл оларға ағайынды қоңырқаз деп қалжыңдап, ал оның бұл қалжыңы оларға майдай шағатын. Ізбасар барлық жерге Арманмен бірге баратын болған. Бас зейіннің жеке үйірмесі. Одан шығып, оңалту жаттығуларына барады. Содан соң бірге серуендейді. Бір-бірінен жалығып та көрген емес. Тіпті Ізбасар демалыста болған күні Арман оған ызбандап жатқаны. Ізбасар ата, сағынып кеттім, келмейсіз бе үйге? Армантай, сен үлкен жігіт емессің бе? Түсінуің керек. Бұл жақта Балқаш та сағынып қалды мені. Үйдің де шаруалар бар дегенде. Онда мен барайыншы сізге. Сізге көмектесемін. Балқаш, ойнаймын. Оның да ойнағысы келіп жүрген шығар. Ізбасар ата, сізге барайыншы, өтінем. Мамаң рұқсат етсе, кел әрине. Мамасы да рұқсат етті бір күні. Арманды өзі алып келді. Тазагүлді де ала келген екен. Келген бетте Тазагүл Ізбасардың қажет емес дегеніне қарамастан, шағын үйдің ішін жинап, жуып тазалауға кірісіп кетті. Көптен бері әйелдің қолы тимеген үй екені көрініп тұр. Қазір-ақ барлығын ретке келтіріп қоямыз. Ізбасар аға, сіз еш қымсынбаңыз, қонақтарыңызды күте беріңіз, шәй ішіңіздер. Армантай Балқашпен ойнасын. Балқаш кәрі ит болса да арсалаңдап әбден ойнады. Тіпті Арманның мүмкіндігі шектеулі екендігін аңғарғандай, барынша бабына күніп, бір-бірін жақсы түсініп кетті. Демалыс күніміз керемет өтті. Қонақ жайлығыңызға рахмет. Ізбасар аға, кел демек бар, кет демек жоқ демекші, жайлап жылжиық біз. Міне, Тазагүл де шаруасын аяқтады, деді Баян. Мама, мұнда барлығы керемет. Мен Ізбасар атаның үйінде қалсам бола ма? Қарашы, мен кетіп қалсам Балқаш та мені сағынатын сияқты. Баланың жанары жайнап тұр еді. Ажары алаулап. Ізбасар атасы мен Балқаш итті қимай тұрған аңғарды да Баян. Қызым, Армантай қалсын. Ертең жексенбі емес пе? Мәшине жіберсең, алып кетуге. Тіпті шалға сенбесең, Тазагүлде қалсын. Мұнда орын деген бәрімізге жетеді. Деп Ізбасар да баланың сөзін қолдады. Арман анасына жалына қарап тұр еді. Сол сәтте Тазагүл де әңгімеге араласып, келісімді сөзін айтып қалды. Баян, қажет болса мен де қалайын. Бала қайда таза ауада бой жазсын. Әйтпесе қаланың қапырығынан бір шықпайды. Ертең кешке мәшине жіберерсіз. Қайтсем екен сендерді. Мейлі, қалыңдар. Алақай. Арман арбасымен сырғи жөнелді. Кәрит екен ұмытқан Балқаш болса, арсалаңдай секіріп, соңынан кетті. Осылайша Арман әрбір демалыс күндерін Ізбасармен өткізетін болып алды. Тазагүлдің негізгі жұмысы қалада болғандықтан, оның бірге қалуы да сирей берді. Шал мен баланың арасындағы іш пыстырмас ауыз біршілікке нығая түсіп еді. Балқаш ит те оларға өзінше бір ермек бірде. Осындай демалыс күні кешке Ізбасар өзінің ауырыңқырап тұрғанын сезді. Соңғы уақытта кәрілікте түрлі нышандары әр тұстан сыр беріп жүреді. Армантай, өзімді біртүрлі жайсыз сезініп тұрмын. Қан қысымым көтеріліп тұрау деймін. Мен бір дәрі ішіп алып, кішкене жата тұрайын. Сен Балқаштың тамағын беріп ойнай тұр. Сәлден кейін мен тұрған соң бірге отырып тамақ ішеміз. Жарай ма? Арман Балқаштың тамағын беріп сәлден соң үйге кіргенде төсекте көзі жұмулы жатқан Ізбасардың бір қолы төсектен еденге салбырап кеткен еді. Тіпті демі үзіліп кеткендей көрініп кетті. Ата! Ізбасар ата! Өлмеші деп ышқына айқай салған Арман кенет арбасынан атып тұрып, Ізбасарға қарай бірнеше қадам жасап барып, төсектің жанына жете бере, тізерлей дүрс етіп құлап түсті. Шошып оянған Ізбасар қатты абдырап қалды. Құдай-ау, Армантай, не болды саған? Көз жасына тұншыққан Арман жылап та күліп те жатыр. Қорқып кеттім ғой ата,
сен өліп қалды екен деп ойладым. Ой, баламай, дәрінің әсері болар. Мен құрғыр қалғып кетіппін. Сен не? Төсекке дейін өзің жүріп келдің бе? Білмеймін, солай болар. Есімде жоқ. Қатты қорқып кеттім, ата. Қанеки, мен сені сәл демеп жіберейін. Сөйтіп бір-екі қадам жасап көрейік. Армантай, сен тек қорықпа. Мен сені сүйіп тұрам. Ізбасар баланы орнынан сүйемелдеп тұрғызып, жайлап қана жетелей бастады. Бірнеше қадам басқан Арман атасына күлімсірей қарап, ата, мен өзім жүріп барамын. Қарашы, ата, деді. Қуаныштан сықылықтап күліп. Біраз жүрген соң атасына қарап, ата, шаршап кеттім. Отыра тұрайыншы. Тек арбаға отырғызбаңызшы. Сосын тағы да жүріп көреміз. Иә? Жексенбі күні кешке баласын алып кетуге келген Баян қақпаны аша бере тұрып қалды. Арманның арбасы ауланың бір жақ шетінде жайына қалыпты. Бақшадан үйге қарай баратын жеміс ағаштарымен көмкерілген жалғыз аяқ жолмен аяғын кібіртіктей басқан Арманды ізбасар қолтығынан демеп, әлденені қызу әңгіме қылып барады. Соңдарында Балқаш, Армантай, сен енді жүрмек түгілі барлық балалар сияқты асыр салып жүгіріп жүретін боласың. Біз Балқаш екеуміз қартайдық. Сені қуып жетеде алмаспыз. Ал мен онда сіздер жетіп алу үшін ақырын жүгіремін. Ата, сенде Балқашты менің досымсыңдар ғой. Сондықтан бәріміз қатар жүгіретін боламыз. Ата, Балқашты сіз неге Балқаш деп айтасыз? Өйткені бұл иттің жаны Балқаш суындай тап-таза, өзара жанымен түсініскен үшеуінің тылсым тілді тыныштығын бұзғысы келмеген Баян олардың соңдарынан қарап үнсіз ғана көз жасын тия алмай жылап тұрды.